Туризмді дамыту толайым табыс мерейлі мәртебе. Қазынаға қаржы құйылады, қарашаға жұмыста табылады. Ал ең бастысы терең тарихымызды, мәйекті мәдениетімізді, қасиетті отанымызды шетелдіктер кеңінен тани түспек. Жамбыл облысына жұмыс сапармен келген мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының да мақсаты осы туризмді түлетумен астасып жатты. Енді әйгілі Ақыртас кешені толық зерттелетін болады. Оған еліміздің археологтармен қатар шетелдік ғалымдар да тартылмақ. Халықаралық экспедиция жұмысы мамыр айынан басталады. Тасын түртсе тарихы сөйлейтін Тарас топырағына келген мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы баспасөз жиынынан бұрын Ақыртас кешені сапар орталығында ежелгі Тараз ескерткіштері Қорық музейінің жылжымалы көрмесін аралаудан бастады. Ғалымдар Ақыртас сарай кешенін 130 жыл бойы зерттеп келеді. ЮНЕСКО тізіміне енген археологиялық ескерткіштердің құпиялары бүгінгі күнге дейін толық анықталмаған. Жиында Ақыртас пен өзге де тарихи мәдени мұра нысандарын туристік орталыққа айналдыру мәселесі де талқыланды. Тарих танушылар, басқа да мамандардың бағалауынша Ақыртасты сол Римдегі Колизейге, немесе Афинадағы Акропольға, Египеттегі де басқа да нысандарға мұны бағалап, сонымен терезесі тең дегенде мені пікірді айтуда. Сондықтан да осында үлкен тарихи орынды ендігі жерде біріншіден әрине сол мемлекетіміздің тарихының қаншалықты бай екендігін көрсету болса, екінші жағынан туризмді дамыту. Сондықтан бүгінгі болып жатқан басқосу осы бағыттағы жұмыстарды жандандыруға, алға қойылып жатқан үлкен міндеттерді атқаруға өзінің септігін тигізеді деген біздің сеніміміз бар. Туризмді дамытудың тағы бір жолы тарихи нысандарға кеңінен жарнама жасау. Бұл жайында жиын барысында нақты мәселелер айтылды. Басты мақсат тарихи мекенді туристік кешенге айналдыру. Қазір археолог жұмыстарға, реставрация жұмыстарына, одан ары қарай дамытуға мысалы біз деректі фильмдер шығаруымыз керек. Сонымен бірге жаңа сіздер айтып жатқанда үш тілде бүкіл дүние жүзіне кеңінен тарайтын кітаптар немесе мағлұматтар, жаңағы туристский проспект деді ғой. Сондай шараларды біз шығаруымыз керек. Кеңінен қалай біз Ақыртасты дамытсақ, әрине туристер келіп жатса, сол туристердің түскен пайда осы Ақыртасты ары қарай дамытуға арналады. Біздің мақсатымыз әрине осы бағытта жұмыс жасау. Мамандардың айтуынша Ақыртастың балбал тастары түркісіп темір жолын тарту кезінде құрылыс материалдары ретінде пайдаланған. Сол уақытта кешенді бұзып дайын тастарды темір жол астына төсеп, бекеттердің іргетасын қалаған көрінеді. Осы жоғалған дүниелерді қалыпқа келтіру мақсатында облыстық әкімдік, министрлік және Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы 3 жақты меморандумға қол қойды. Қасымжан Байкүшіков, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.